Зиле әженің үйіне жаяу барамыз, себебі Зиле әженің үйі алыста емес екен бағар, жақын жерде екен. Балалар, менің дауысын естіп тұрсыңдар? Менің дауысы бар? Сиырдың дауысы екен, дауыс балар. Зиле әженің ауылында сиыр бар екен, е? Оның дауысы балар? Күшік дауысы, Зиле әженің үйінде күшік бар екен, е? Ал мынау ненің дауысы балар? Жылқы да бар екен, е? Ал мынау не балар? Петух. Тау? Не зат? Балалар, Зиле әженің үйінде көптеген үй жануарлары бар екен. Тәжікенова Гүлмира Мәдениятқызы оқу тәрбие үрдісінің барлық қырларын жетік меңгерген, тәжірибелі, өз қызметін шығармашылықпен ізденіс негізінде ұйымдастыра білетін тәрбиеші, ата-аналармен тез тіл табыса алатын педагог. Оқытуда жаңа технологиялар мен бағдарламаларды шығармашылықпен қолдана алады. Гүлмира Мәдениятқызы шығармашылық жұмысы барысында түрлі инновациялық әдіс-тәсілдерді қолданады. Облыстық Қазақстан Орал телеарнасы «Адам болам десеңіз» телевизиялық журнал топтамасына «Табиғат туған жеріміз, достарым, менің мақтанышым, жақсылық отбасынан басталады, менің сүйікті балабақшам» ұйымдастырылған оқу іс-әрекетін «Мақтақыз бен мысық» ертегі қойылымы түсірілді. Гүлмира Мәдениятқызы аудандық облыстық деңгейдегі семинарларда «Менің отбасымдағы игілікті істерім», Қазақстан сүйікті атамекенім аудандық семинарларға ұйымдастырылған оқу іс-әрекеттерінің аудандық тамыз кеңесінде отансүйгіштік және рухани адамгершілік тәрбие, мектепке дейінгі білім сапасын көтерудің кепілі іс тәжірибесімен бөлісті. Аудандық тамыз кеңесінде тәрбиешілер арасында мектепке дейінгі ересек жастағы балалардың адамгершілік патриоттық тәрбиесі шебер классын өзін-өзі тану бөлімінде шебер сыныбын ұсынды. Балабақша ішілік оздырылған ауданда семинарларда ертегі қойылымдарын көрсетті. Мектеп пен сабақтастық арасында үш тілділік көп мәдениетті тұлғаны қалыптастыру құралы тақырыбында облыстық семинарларда ұйымдастырылған оқу шараларында бөлісті. Мен осы номер 3 гүлдер бөбек жайында көптен еңбек етіп келем. Жалпы тәрбиеші болу мен үшін бақыт деп ойлаймын. Әрбір күн кішкентай бүлдіршіндердің көңілді жүзін көргенде еріксіз күлімдеймін. Өйткені олар мені қуана қарсы алады, қуаныштарын жасыра алмай еркелей құшақтайды. Осы мамандықтың қиындығы мен қызығын осы бала арасында жүрген ғана адам түсінеді. Бала ата-ананың болашағы дөңгелек үстелін, ренішті қалай жеңуге болады пікір сайысын, кіші жастағы балалардың тілін дамыту және тағы басқа шараларға қатысты. Балабақша ұжымының арасында беделі жоғары. Балабақша ішілік іс-шараларға үлкен құштарлықпен қатысады. Қазіргі таңда балалардың ұсақ моторикасын дамыту бойынша көп жұмыстанады. Балаларға түрлі театр түрлері арқылы тілін дамыту тақырыбы бойынша жұмыстануда. Республикалық отбасы және балабақша мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту журналында мақалалары үнемі шығып отырады. Какимова Альфия Кайсаровна, воспитатель первой категории, стаж работы 18 лет. За время работы Альфия Кайсаровна показала себя грамотным педагогом, способным организовать детский коллектив и создать благоприятный социально-психологический климат в нем. Педагог находит наилучшее практическое применение способностям каждого ребенка с учетом личностно-ориентированного подхода. Положительно относится к нововведениям, грамотно и интересно проводит деятельность с использованием информационных компьютерных технологий, включает современные педагогические программы, организует совместную и самостоятельную деятельность дошкольников по интересам. Дети – это цветы жизни, а мы, воспитатели, садовницы. Ее отличает добросовестное отношение к труду, целеустремленность, стремление к постоянному расширению своих знаний. Она обладает даром находить в известных приемах новые грани. В ее методическом стиле можно подметить тяготение к оригинальному поиску. Занятия с детьми для нее всегда творчество. Яркие, идейно насыщенные занятия учат детей думать, размышлять о ценностях жизни, воспитывают бережное отношение к природе и людям.
Педагог создает предметно-пространственную среду согласно требованиям дошкольного образования. Качественное выполнение задач основной общеобразовательной программы дошкольного образования позволяет повышать коэффициент эффективности проводимой работы и добиваться стабильно высоких результатов усвоения программного материала. Альфия Кайсаровна принимает участие в методической работе дошкольного учреждения, регулярно посещает с воспитанниками организованные экскурсии в музеи города, широко использует в практической деятельности пространство музейной среды в дошкольном учреждении. Альфия Кайсаровна также вместе с воспитанниками принимает участие в конкурсах различного уровня. Высот профессионально-педагогического мастерства добивается упорным трудом, самосовершенствованием, самообразованием. Среди коллег пользуются уважением. Родители всегда с благодарностью отзываются о работе педагога. Бекмухамбетова Римма Сайлаубайқызы жан-жақты шығармашыл ұстаз. Өз ісіне шын берілген, білгенін жастарға үйретуден жалықпайтын, дене шынықтыру және спорттың оқыту әдісін шебер меңгерген ұстаз. Ол дене шынықтыру сабақтарында ұлттық ойындардың әдістерін пайдалана отырып, оқушылардың сабаққа деген қызығушылықтарын арттыру әдістемелік тақырыбында жұмыстанады. 2011 жылы Батыс Қазақстан облыстық білім басқармасының құрмет грамотасы, 2014 жылы ашық Батыс Қазақстан облысының чемпионатында дзюдо күресінен бірінші орын, 2015 жылы Батыс Қазақстан облысының чемпионатында дзюдо күресінен бірінші орын, асық ойыннан Батыс Қазақстан облысының чемпионатында бірінші орын, аудандық мәслихаттың спорттық жетістіктері үшін алғыс хаты, облыстық сабақтың үздік контенті байқауында бірінші орындарға ие болды. Оқушының жас ерекшеліктерін, дене дайындықтарын ескере отырып, барлық кезде сәтті байланыстыра отырып, түрлі жаттығу жұмыстарын орындата біледі. Сабақтары жүйелілігімен, бірізділігімен, оқыту мен тәрбиелеудің бағытымен ерекшеленеді. Әр сабағында ұлттық ойындарды қолданып, түрлендіре өткізеді. Оқу кезінде де 19 ер адамның арасында жалғыз қыз бала болып оқыдым. Соныңда бір әсері болар. Мектепке келгенде, мектепте, яғни қазіргі жағдайда қыздар, ер балалар бөлінеді. Яғни қыз балаларға әйел адам беру дұрыс болады деп ойлаймын. Себебі гигиеналық, жан-жақты қыздарды түсіне білу, қыздарға басқа көзбен қарауда осы ойлаймын әйел адам болу керек деп. Себебі енді осы мектебімізде қазіргі таңда дене шынықтыру пәніне өте ерекше назар аударуда. Яғни мектепте оқушылар өте көп, қызығушылықтары өте көп. Яғни сыныбында білім сапасы 99,5% құрайды. Ұстаздың көздегені оқушыларды спортқа құштарлығын арттыру, шымыр болып еңбек етуге, өз бетімен жұмыс жасай білуге машықтандыру. Оқушылары спорттың қай түрінен болса да бейім. Елбасымыздың 2030 жылға дейінгі бағдарламасында көздегені Қазақстан азаматтарының денсаулығы мен әл-ауқаты барлық қазақстандардың өмір сүру жағдайларын, білімі мен мүмкіндіктерін ұдайы жақсарту болса, осы жылда мектепшілік шаралар мен аудан көлеміндегі ұзарылған шараларды салауатты өмір салтын сақтауға, балаларды тәрбиелеп өзара сыныптар арасында жарыстарды спортқа деген құлшынысын арттырып жүр. Жоғарғы және орта мектеп Тынысы республикалық ғылыми әдістемелік журналында дене шынықтыру пәнінен ашық сабағы шықса, Жайық ұстазы газетінде де мақалалары жарияланды. Ұстаз Бөрлі аудандық білім бөлімінің әдістемелік кабинетінің шығармашылық тобының мүшесі, сынып жетекшісі ретінде де атқаратын жұмыстар ұшан теңіз. Оқушылармен жеке, топтық жұмыстар жүргізе отырып, мектепшілік
аудандық сайыстарға қатысып, жеңімпаз атануға көп мүмкіндік жасайды. Орта буындағы оқушылары мектепшілік аудандық сайыстарда жеңімпаз атанып, өз білімдерін көрсетіп жүр. Білім жанып тұрған шырақ дегендей ұстаз еңбегі оқушы білімімен өлшенеді. 2016 жылы Алтыния атты аудандық отбасылық байқауда 2-ші орын алды. Жақсының жақсылығын айт, нұр тасысын дегендей, Рима Сайлаубайқызы әріптестеріне үлгі, ата-аналарының алдында құрметті, оқушылардың алдында беделді де білімді ұстаз. Елена Николаевна Мищенко, творчески работающий учитель, обладающий природным педагогическим даром. Закончила Куйбышевский государственный университет в 1989 году, ныне Самарский государственный университет. Она влюбленный в свою профессию человек, мастер своего дела, проработал в школе 28 лет, имеет глубокие разносторонние знания, в совершенстве владеет методикой преподавания предмета. Уроки Елены Николаевны содержательны, насыщены различными заданиями, от простых устных вычислений до сложных расчетов, что позволяет ей заинтересовать учащихся, вовлекать их в поиск, развивать логику мышления, расширяя умственные способности учеников через дифференцированные задания с использованием работы в группах и парах. Учитель применяет различные формы уроков: урок соревнования, игра, КВН, зачет, уроки с использованием электронных учебников. Елена Николаевна, занимая активную жизненную позицию, принимает участие в конференциях, семинарах и конкурсах. Что значит быть учителем? Ну, это моя жизнь. Я как-то с детства привыкла даже в игрушки играть так, чтобы кого-то чему-то учить. Рассаживать кукол и начинать их учить, вызывать доски и так далее. Но так случилось, что и как раз судьбу я связала именно с этой профессией. Ну и я руководствуюсь такими словами Мухтара Ауезова: добро с неба не падает, добро надо учить. Поэтому наших детей я стараюсь научить добру и дать те знания, которыми владею сама. То есть для того, чтобы они вот именно дружили с математикой, любили математику. И те, кто хочет, действительно связали свою жизнь с этим довольно-таки сложным предметом. В информационно-методическом журнале Западно-Казахстанской области ОСТАЗ опубликован урок решения показательных неравенств. В Республиканском научно-методическом журнале математика в казахстанской школе опубликован урок арифметическая и геометрическая прогрессия с использованием технологий критического мышления. Учитель, работая над методической темой развития функциональной грамотности учащихся на уроках математики, вооружает учащихся знаниями, умениями, навыками, необходимыми для их будущей жизни. С целью распространения педагогического опыта при областном управлении образования издан методический сборник развития функциональной грамотности учащихся на уроках математики. На своих уроках я стараюсь им показывать вот именно что-то новое, как это применяется в жизни, как это сделать проще, как решить, достичь решений более сложных задач и так далее. Многие мои ученики принимают участие в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. Ну, я думаю, что я работаю в полную силу. Я стараюсь научить своих детей всему тому, что знаю сама. Елена Николаевна ведет научно-методическую работу, выступает с докладами на областных и районных конференциях. Она делится опытом работы с молодыми учителями, дает открытые уроки, проводит семинары для учителей района. Елена Николаевна является председателем комиссии на районных олимпиадах по математике, входит в районную творческую группу учителей математики. В данный момент она руководит работой методического объединения учителей математики, физики и информатики в школе. Учитель воспитывает устойчивый интерес к математике, ведет профориентационную работу. Ее выпускники работают экономистами, программистами, учителями математики. Елена Николаевна – требовательный педагог, отзывчивый и доброжелательный человек, обладает адаптивным стилем поведения и педагогического общения, старается создать вокруг себя доброжелательную обстановку, пользуется заслуженным авторитетом среди коллег, учащихся и родителей.
Ауданда орналасқан номері 8-ші өркен бөбек жайы 2012 жылы ашылып, кішкентай бүлдіршіндерге жан-жақты білім мен тәрбие беріп келеді. Қазіргі таңда бөбек жайда 35 педагог жұмыс жасайды. Бөбек жайда өз жұмысын тиянақты атқарып, әдіскерлік қызметті алып жүрген Сәния Шалабайқызы өз жұмысына шынайы берілген. Мамандығы мақтанышым деп қарайтын педагог бұл салаға қалай келген жайлы айтып берді. Бұл мамандыққа ең алғаш мектеп бітірген кезден бастап мұғалім боламыз деген арман болған. Ол кезде мұғалім мамандығы бір дәрежесі жоғары, керемет, әсем жаңағы деңгейде. Біздердің арманымыз да осы болған. Әрине, сынып болып біздер біршама өзімнің дос құрбыларыммен осы мамандықты таңдап бардық. Басында әрине мен мектепте қызмет атқардым. Бүгінгі күнде 18 жыл педагогикалық өтілім бар. Оның қазір 5 жылы әдіскерлік мамандықта, ал 7 жыл бойына осы бөбек жайда қызмет етіп атқарып келем. Енді біздің бөбек жайымыз Ақсай қаласы номер 8-ші өркен бөбек жайы 2012 жылы ашылды. Осы бөбек жай ашылған күннен бастап осында қызмет етудемін, әдіскер қызметін атқарудамын. Кейіпкеріміздің жалпы педагогикалық еңбек өтілі 18 жыл республика көлемінде өтетін семинарларға, конференцияларға жиі қатысып келеді. Ал бөбек жайдың бүлдіршіндері республикалық театрландырған қойылымдарға қатысып, педагогтардың жұмыстары республикалық облыстық баспасөз беттеріне жарияланып жүр. Осы тұста әдіскердің жұмысы жауапкершілікті талап етеді. Сәния Шалабайқызы педагогтардың өз қазандарында қайнап қалмай түрлі байқаулар мен семинарларға қатысып отыруын бақылауда ұстайды. Осы күнде жас мамандар мен түрлі тренингтер, әдістемелік жұмыстар атқарылған болатын. Ойын терапиясы күнделікті біздің жұмысымызда қолданыс тауып келе жатыр. Сонымен қатар біз құм терапиясын да қолға алдық. Бүгінгі күні құм терапиясының балаға ең басты қажеттілігі, бала өзін құм терапиясымен жұмыс істеу барысында өте жайлы сезінеді. Сонымен қатар шығармашылығы дамиды, қиялы дамиды, ойы, тілі дамиды. Солай ғой. Мен өз жұмысымды ауыр деп айта алмаймын, қызғылықты. Өйткені мен педагогтармен жұмыс жасаймын. Педагогтардың өсуіне, өркендеуіне, білім алып жетілуіне негізі жаңағы мақсатым жұмыстану. Тәрбиешілердің жас мамандармен бөлек жұмыс жасаймын. Олардың жаңағы жұмыс барысында шығармашылық дамуына, ал үлкен жаңағы шығармашыл дәрежеде жүрген тәрбиешілерді республика көлемінде көрсету, облыс көлемінде көрсету алға қойған мақсатымыз. Жұмысым жақсы, өзіме ұнайды. Біздер аудан көлемінде жыл сайын аудандық семинарлар өткізіп, өз тәжірибемізбен бөлісеміз. Сонымен қатар біздерде аудан бойынша 9 бөбек жай бар. Сол 9 бөбек жай бір-бірімізбен іс тәжірибе алмаса отырып, жаңағы семинар, дөңгелек үстелдер өткізіп, пікірталастар ұйымдастырып, бір-бірімізбен жаңағы тәжірибе алмасып отырамыз. Ұстаз болу жүректің батырлығы десек, бүгінгі кейіпкерімізден жұмысқа деген жігер, өз әріптестеріне деген құрмет, талап пен ізденісті көре алдық. Мұғалім өзінің білімділігімен, жүріс-тұрысымен, жайдары мінезімен, тіпті сырт пішіне, киген киіммен де оқушысына жақсы мағынада қатты әсер етеді деп Мәлік Абдулин баға берген болатын. Жалпы педагог болу үлкен абырой, үлкен жауапкершілік. Соның ішінде мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында бүлдіршіндерге білім мен тәрбие беру оңай іс емес. Қаламызда бірнеше бөбек жайлар болса, сонда тәжірибелі педагогтар мен жас мамандар да еңбек етуде. Бүгінгі кейіпкеріміз осы салада 14 жыл қызмет етіп, бала тәрбиесімен айналысып келеді. Бөбек жайдағы балғындардың жақсы қалыптасуында осы жерден бастау алмақ. Ардақ Өмірзаққызы әр адам өзінің мамандығын жақсы көріп, қызмет атқарса, жұмыс нәтижелі болады дейді. Тәрбиеші болу үшін адам алдымен өзі білімді болу керек, мәдениетті болу керек, үлкен жауапкершілігі бар адам болу керек, адамгершілік қасиеті болу керек бойында, үлкен ізденістегі шығармашылық адам болу керек және баланы сүйе білу керек. Тәрбиеші дегеніміз ол өз ісіне берік, үлкен жауапкершілікпен жаңа орындайтын адам. Осы мамандыққа келуге не себеп болсын? Алдымен сол балдардың өздерін жақсы көремін. Кішкентай сәбилерді, балдарды жақсы көргендіктен келдім осы жұмысқа. Кейіпкеріміз бұл бөбек жайда 2010 жылдан бері қызмет атқарып келеді екен. Бұл салада қызмет атқарып жүрген педагогтарға өз жанұясындағы баланы бағып, өсіруде оңай. Өйткені мектепке дейінгі тәрбиенің әдісі өмірде көп көмегін береді дейді кейіпкеріміз. Бұл күні балғындар сабаққа белсене қатысып, тақпақтарын оқыды. Әрпі дауысты ма, дауыссыз ба? Дауысты. Қоя ғой, қандай тепшеңмен белгілейсіз? Қызылмен.
келесі қандай дыбыс? Р дыбысы. Қандай дыбысқа жатады ол? Қандай дыбыс ол? Дауыссыз. Дауыссыз дыбыс. Қандай текшені белгілейміз? Ғарыш кегер мекені, қазақ жерін байқоңыр, қай жер саған жетеді, қазақ жерін байқоңыр. Біздер не естіп тұр? Речка. Судың дыбысын естіп тұр, да? Судың дыбысын. Жақсы. Олай болса, бірінші тапсырма балдар. Дыбыс дегеніміз не? Дыбыс дегеніміз не? Дыбысты біз қалай ажыратамыз? Дыбыс екен қалай береміз? Естиміз. Дұрыс. Дыбыс нешеге бөлінеді? Екіге бөлінеді. Қандай дыбыстарға бөлінеді? Жақсы. Баланың қарым қабілеті байқалып, мектепке дайындалып, аяғын нық басып, ортаға үйренсуде бөбекжайдың маңызы ерекше болса, осында қызмет атқаратын тәрбиешілердің де жұмысы жауапты. Аудан көлемінде өтетін байқауларға, семинарларға белсене қатысып жүретін кейіпкеріміздің педагогикалық қызметі өрге басып, жан-жақты бүлдіршіндерді тәрбиелей берсін деп біз де тілек білдіреміз. Айнұр Мұратқызы Ғиниятова өз пәнін жетік меңгерген, шығармашылықпен жұмыстанатын география пәнінің мұғалімі. Өлкетану материалдарын география сабақтарында қолданудың тиімділігі тақырыбында жұмыстанып келеді. Осы бағытта оқытудың инновациялық әдістері мен қазіргі білім технологияларын қолдана өткізетін сабақтар формасы мен мазмұны жағынан жаңаша талаптарға сай аудан көлемінде таратылған географиядағы өлкетану бағыттары атты жинағы үнемі ізденіс үстінде жүретін мұғалімнің іс тәжірибесінің нәтижесі. Мұғалімнің еңбектері мен мақалалары үздік сабақтары бірнеше мәрте облыстық және республикалық жинақтарда басылды. 2013 жылы Жайық өзенінің экологиялық жағдайы мақаласы жаңа заманға озық технология тақырыбында республикалық ғылыми тәжірибелік конференцияның материалдар жинағында жарық көрсе, республикалық география және табиғат журналында Қазақстанның өзендері тақырыбында сабақ жарияланды. Айгүл Мұратқызы 2015 жылы облыстық жаңа форматты география пәні мұғалімдерінің 45 минут 7 модуль байқауында жүлделі 2-ші орынға ие болды. Ұстаздың елеулі еңбегі шәкірттерінің жетістіктерінен көрінеді. Жыл сайын оқушылардың аудандық пән олимпиадаларынан алдыңғы орындарда көрінуі мұғалімнің оқушы назарын оқу материалын терең меңгеруінде шоғырландырып, шығармашылық жұмыстануына көп көңіл бөлінуде деп білеміз. Бүгінгі күнде мұғалімге қойылатын талаптар күннен күнге артып жатыр. Өзімді осы талаптарға сай болу үшін күнделікті еңбектеніп келе жатырмын деп айтуыма болады. Мұғалім болып еңбек еткеніме 20 жылдай уақыт болды. Өзімнің отбасымдағы бауырларымды айтатын болсам, 8 баланың 6-ауы қазіргі күнде мұғалім болып еңбек етіп жатырмыз. Бұл үшін әркім, жаңағы әр мұғалім өзінің ар-ожданына қарай, ұстанымына қарай еңбек етеді деп ойлаймын. Менің де бүгінгі күні алдыма қойған мақсатым оқушы үшін жақсы ұстаз болу, ата-ана үшін сыйлас, бірге жұмыс істейтін адам бола алу және әріптестермен бірге кез келген нәрседе сырласа алатын, оқушының жағдайын түсіне алатын осындай ұстанымдарым бар. Қазіргі уақытта Ақсай қаласының 1-ші мектебінде география пәнінен сабақ беріп жатырмын. Оқушыларым да өздерінің жетістіктерімен қуантып отырады. Жыл сайын жаңағы пән олимпиадаларында, шығармашылық жарыстарда, байқауларда оқушыларым алдыңғы орыннан көрініп жүр. Бұл менің мақсатымның орындалғаны деп білемін. Ал өзім үшін ең бастысы кез келген әрбір география сабағын оқушы үшін тиімді, қызықты етіп өткізу және кез келген оқушының ынтасын арттыру болып саналады. Айгүл Мұратқызы оқушылардың қоршаған ортаны қорғауда белсенді өмірлік ұстанымын қалыптастырып, тұлғаның әлеуметтік дамуына өз үлесін қосып жүр. Оқушылары 2014-2015 оқу жылында облыстық күзгі өнімдер байқауының үздік үгіт бригадасы номинациясы бойынша 2-ші орынды жеңіп алса, 2015-2016 оқу жылында осы номинация бойынша облыстық кезеңде 3-ші орыннан көрінді. Осы сайыста үздік гүлдер композициясы бойынша облыстық кезеңінде алғыс хатпен марапатталды. Ұстаз аудандық химия, биология, география пәндері бойынша құрылған ізденіс шығармашылық тобының құрамында ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастырса, мектебіміздегі жас мамандардың педагогикалық тәжірибесін жетілдіріп, шеберліктерін арттыруына өз көмегін аямайды.
Ұлпаш Ғайнуллина өз ішіне шын берілген, білгенін жастарға үйретуден жалықпайтын бастауыш сыныптың оқыту әдісін шебер меңгерген ұстаз. Әр сабағында жаңа әдіс тәсілдерді тиімді қолдана отырып, оқушыларды шығармашылықпен жұмыстануға, сыни ойлауға, ойын анық жеткізіп, еркін сөйлеуге баулиды. Үнемі ізденіс үстіндегі жаңашыл ұстаз. Ғайнуллина Ұлпаш еңбек өтілі 35 жыл. Өзінің оқу тәжірибесін тарату мақсатында аудан көлемінде бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілеттерін арттыру жолдары тақырыбында жоба қорғады. 2013 жылы жаңа форматты мұғалім байқауына қатысып, білуге құштар ұстаз аталымын жеңіп алды. Мұғалімнің еңбегі еленіп, 2013 жылы аудандық құрмет грамотасымен марапатталды. Бастауыш сынып мұғалімі болу ол әрі қызықты, әрі қиын мамандық. Әр баланың жан түсіне білуің керек. Ол бала тап-таза мына дәптердің ақ бетіндей. Сенің айтқаныңның барлығына көңілі қойып, соны тыңдап, соны ұғып, өзінше бала соған сенің жаңа дауысыңа, сенің берген тәлім тәрбиеңе бала өзі бейімделіп өседі. Мұғалім баланы қалай жаңағы тәрбиелесе, бала мұғалімге негізі әрбір оқушы сол өзінің мұғаліміне ұқсас болып шығады деп айтады. Сынып жетекшісі ретінде атқаратын жұмыстар ұшан теңіз. Оқушылармен жеке топтық жұмыстар жүргізе отырып, облыстық халықаралық сайыстарға қатыстырылып, жеңімпаз атануға көп мүмкіндік жасайды. Оқушыларды аудандық, облыстық, республикалық сайыстарда жеңімпаз атанып, өз білімдерін көрсетіп жүр. 2012 жылы Алмағамбетов Альмир аудандық менің суретім сөйлейді байқауында жігерлі оқушы аталымы бойынша 2017 жылы Хамиев Ералы аудандық сөз мерген байқауына қатысып 3-ші орынды иеленді. 2018 жылы Кәкім Бағлан Астана қаласындағы Астана басқала атты домбыра байқауына қатысып, республикалық 3-ші орын жеңімпаз атанды. Оқушылары спорт турларына қатысып, 4-ші сынып араларында футболдан жарыста 1-ші орынды иеленді. Бадминтон жарысына Сабыралы Іңкәрім, Алуланова Айша қатысып, жүлделі орындарға ие болып жүр. Балаларды мен өте жақсы көремін. Олармен әңгімелескенді, әсіресе мына өзіміздің салт дәстүрлерімізді, қазақи тәлімімізді, соның барлығын балаларға әңгімелеп, бойларына сіңірген жақсы көремін. Енді бала мектепке келген кезде әр түрлі болады. Әр баланың көңілін таба білуің керек. Біреуі ұялшақ, біреуі пысық, біреуі сондай жасқаншақ болады. Сол баланың көңілін тауып, әр баланың көңілін тауып, оны ашуға тырысасың. Ата-аналармен дөңгелек үстел пікір таластар ұйымдастырады. Ата-аналармен жақсы қарым-қатынасты жұмыс жасай біледі. Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын дегендей, мұғалімнің көп деген еңбектерін айта беруге болады.